Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз балық тазалап және оны қуыратын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылайша балықты алып, оны жуып, одан соң осылай қабыршағынан ашып, ішін тазалап алатын боламыз. Бұл балықтың аты толстолоб деп аталады. Негізі өте майлы балық болып келеді. Бұл балықтан қарма деген тамақ жасауға болады. Және де асып жеуге болады, және қуырып жесеңіз де болады. Осылайша барлығын тазалап аламыз. Барлығын тазалап, бөлшектеп алғаннан кейін, осылайша бір ыдысымызға тұзымызды салып, одан соң оның үстіне суды құйып, екеуін жақсылап араластырып, оның үстіне балығымызды саламыз. Яғни өзімізге қажетті қуыратын балығымызды салып, малмаға салып қоямыз. Яғни осы тұз бен судың араласқан түрі, яғни араластырып, оған балық салатын болсақ, оны малма деп атаймыз. Оған дәм беру үшін қызыл бұрыш, қара бұрыш сеуіп, араластырып қойсаңыздар болады. Оны салу міндетті емес. Ең бастысы балыққа тұз сіңсе болды. Осылайша 1 сағатқа дейін қойып қоямыз. Одан соң балығымызды судан алып, оны ұнға былғап, балығымызды жайлап қуырып алатын боламыз. Мінекей достар, барлығын ұнға араластырамыз. Сөйтіп қызып тұрған табамызды да қуырып аламыз. Балығымыз қуырылып жатыр. Осылайша әп-әдемі қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Мінекей достар, біздің балығымыз дайын. Оның бетіне жуа әсемдеп қоямыз. Болмаса помидор, қияр қоссаңыздар болады. Әркім өз талғамына қарай дайындайды. Ас болсын достар. Достар, менің каналымды жібермей көріп тұрыңыздар. Келесіде мен балық асау түрін көрсететін боламын. Және менің каналымда түрлі рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.